Саламатсыздар ма достар? Міне бір-екі күн болды, пойызда ұзақ жүрдік. Сол жерде пойызда жүргендер жақсы біледі. Пойызда әлеуметтік желі ұстамайды, тек қана станцияларда ғана істейді ғаламтор. Тек қана Қазақстан темір жолының в пути деген парақшасы бар. Яғни істеп тұрады, интернет жоқ болса да өздерінің Wi-Fi арқылы. Сол жерде жақсы әндер, кинолар, танымдық бір мәліметтер беріледі. Маған ұнады ол жерде Қазақстан табиғаты, тарихи кинолар, жақсы қазақша кинолар, қазақша әндер барды. Бірақ ішінде мынандай бар. 16 ән Алла Пугачева, 50 ән Филипп Киркоровтың әні бар. Енді мені сұрақта, біз Қазақстан темір жол, сіздер ұлттық компаниясыздар, Қазақстанның мемлекеттік мекемесіздер да. Не үшін біздің осы сіздердің нелеріңізді көрші елдің әншілерінің әндері жүр? Неге өзіміздің мемлекеттік тілде, ресми тілде ән айтатын әншілердің әндері жоқ? Неге соны енгізбейсіздер? Мен білемін, сіздер олардың әндерін тұтынғандарыңыз үшін, сіздер оларға мен ойымша, жеке пікірім, қаржы төлеулеріңіз мүмкін, себебі авторлық құқық деген бар. Неге мысалы соны сіздер өзіміздің отандық әншілерге бермейсіздер? 500 теңге болса да қаржы соларға түспейді. Сондықтан сіздерге ұсыныс, осы парақшаға жауапты басшылар, Қазақстан темір жолының басшылары, осы пути парақшаларыңызда өзіміздің отандық әншілердің әндерін енгізсеңіздер. Көп қой, мысалы әлемге танымал Димаш Құдайберген, неге соны әндерін енгізіп қоймайсыздар? Болмаса тағы да танымал жастар арасында, үлкендер арасындағы танымал әншілердің әндерін енгізсеңіздер деген менің ұсынысым бар.